Кибербуллинг адамды интернетте, әлеуметтік желілерде қорлау немесе қудалау. Саған қорқыныш тудыратын хабарламалар, СМС немесе электронды хаттар жазса, қоқан-лоққы жасаса, онда сен кибербуллингке тап болдың. Ондай кезде қорқып қобалжымау керек. Еңсеңді көтеріп, төмендегідей әрекеттер жаса. Әлеуметтік желіде сол адамды бұғатта, жіберілген хабарламаларын сақтап қой. Біраз уақыт интернеттен шығып серуенде. Өзіңе пайдалы іспен айналыс. Бұл жағдайда сені қолдап, не істеу керектігі жөнінде ақыл кеңес беретін ата-анаңнан, сүйікті мұғаліміңнен, мектеп психологінен көмек сұра. Егер саған тікелей қауіп төніп тұрса, полиция қызметкері, балалар мен жасөспірімдерге арналған сенім телефоны мен тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша төтенше жағдай қызметіне хабарлас. Өзгелерге үлгі болу үшін интернетте, өмірде басқа адамдарға қамқорлық танытып, мейірімді бол. Біз сенімен біргеміз.